барлық балдарды қорыққан әже туралы ойын. Бірақ бұл оқиға 8 жыл бұрын болған. Бірақ ол ойынға қазір не болған білесің бе? Ол біреулердің есінде бар ма еді? Оған жаңа обновление шыға ма? Бүгін біз осы сұрақтардың бәріне жауап беретін боламыз. Жайғасып отырып ал біз бастаймыз. Бірақ бізге Греннидің қалай дамығанын білуіміз керек. 2017 жылы Гренни ойын шыққанда, Мани ойыншылар оған кіріп бастады. Ол ойынды өте көп адамдар ойнап бастады. Оқушылар мен үлкен адамдардың. Барлық ойыншылар оны Слендерменмен және Outlast дейтін ойынмен салыстыратын болады. Бірақ бұл ойын жай ғана телефондық ойындарға жататын еді. Бұл ең алғашқы қарапайым управлениемен ойналатын ойын еді. Телефонмен ойналатыны және де өзінің оқиғасы. Гренни ойынын адамдар көп ойнап бастады. Және де ол мен YouTube'да видеолар шығарып бастады. Сен әшейін бір комнаттан шығып, өзіңнің қайда екенін түсінбейсің. Ал үйдің ішінде Гренни дейтін топас жүретін, әрбір дыбысқа келіп және де қақпан қоятын, ал одан қашып кету оңай болмады. Әр күні сен өлген сайын сенен бір күн азаяды. 5-тен. Адамдар осы 5 күнде заттардың бәрі қай жерде екенін біліп, соның бәрін жазып отырды. Гренни өзінің қап-қараңғы комнаталарымен оның графикасымен қорқытады. Оның қап-қара комнаталарынан дым көрмегесін балалар одан қорқады. Бұл ойында көптеген жерлермен қашуға болатын еді. Есікпен, машинамен және де ешкім білмейтін жерлермен. Осы 3 жермен. Бірақ Греннидің атақты болғаны Гренни тегін ойын болған. Және оны қалаған адам өзіне тартып ала алады. Бұл көп адамдарға ойнауға мұрша берген, ал басқа ойындар ақшамен болатын. Ал атақты ол өзімен өзі келмейді. Гренни YouTube'ты жарды. Сол кездегі ең қорқынышты хоррорлардың бірі. Миллиондық адамдар Гренниді түсіріп бастады. Гренниді даже Қазақстандар да түсіріп бастады. Гренниді 5 минутта өт, немесе Гренниді мен дыбыссыз өте алам ба? Адамдар Греннидің кім екенін білгісі кеп, Гренни кім және де Греннидің ішіндегі адам кім деп ойлап видеолар түсіріп бастады. Бірақ бұл ойынның шындығы бұл үйде. Бірақ әрбір ойын өзінің атақтығын жоғалтады. Жаңа обновлениеден кейін ойын өзінің атақтысын жоғалтты. Жаңа жерлер, жаңа автоматтар және де жаңа заттар. Барлық адамдар одан жалығып бастады. Неге? Өйткені ойын өзгермеді. Иә, жаңадан комнаталар және де жаңадан заттар бәрі шықты. Бірақ ойынның өзі өзгермеген болатын. Заттар іздедің, әжеден қаштың, бірақ әже одан да ақылдырақ болмады. Жай ғана артымыздан қуды. Игроктар Греннидің қай жерде жүретінін біліп алды. Сондықтан олар қорқуды тоқтатты. Бұрында Греннимен алғаш рет көргенде бәрі паника етіп қорқып жатты. Ойында қорқыныш кеткенде ойын өзінің басты мақсатын құртады. Гренниден кейін қорқынышты ойындар шығып бастады. Poppy Playtime қорқынышты аниматрониктармен, Cartoon of Bamban қорқынышты бірақ жарықты монстрлармен, Resident Evil Outlast FNAF дейтін ойындар. Бұлар өзінің графикасымен және де өздерінің механиктермен адамдарды қорқытқан болатын. Гренни бұл ойындардың қасында өте қатты түсіп бастады. Неге сиквелдар өзінің атақтығын қайтып ала алмады? Гренни 2019 жылы шыққанда өте қатты өзгерісті көрсетіп, Греннидің фанаттары көптен күткен грандман шығарған болатын, яғни ата. Оның қолында мылтық болатын, яғни ол бір оқпен бізді өлтіре алады. Бұл ойынды өте қиынырақ істеген болатын. Енді бір адам емес, 2 адамды артымыздан қуалайтын болады. Енді ойында тек қана есіктен емес, лодкамен де қашуға болады. Гренни 3 2021 жылы шықты. Өзінің атақтысын өзіне қайтарғысы келді. Енді ойыншыға амбалдай бір үйде өмір сүру керек еді. Онда ата және де Селендрина қосылған болатын. Және де жаңа қашу түрі шыққан болатын, поезд. Олар ойынды өте қызық қылғысы келді. Ойынның басты үйін өте дәу қылып қойды. Бұның кесірінен Гренниді ойыншыларға өте көп ойнау керек болатын еді. 2020 жылы разработчиктер жаңа ойын шығарғысы келді. Бірақ бабка Греннисіз, The Twins. Игрок ұрлықшы болып ойнайды және ол сейфтан какой-то документтер ұрлайды, какой-то егіздерден. Бірақ ойын өте нашар болды. Барлық әлем Гренниді қайтаруын сұрады. Бірақ разработчиктер ойынға Гренниді қосты. Ал сіздер білмеген болсаңыздар, Греннидің түр әлпеті шын өмірдегі Гренниден алынған. Неге Тома әже, бірақ маньяк. Ютуберлер Гренниді тоқтамастан түсіріп бастады. Бірақ ютуберлер баяғыдай өздерінің қорқыныштарын көрсете алмады. Греннидің өте қатты историясы бар және де оны көп адамдар әлі шешпеген. Гренни жай ғана битадағы әже емес, оның көптеген сырлары бар, көптеген уликалар және де көптеген историялар. Гренни жай ғана адам емес, ол елес, ол соқыр. Бірақ әрбір тықылдаған затқа ол бірден келе қалады.
Гренниден басқа хоррор ойындар бар, бірақ Греннидің шын оқиғасы әлі ашылмады. Греннидің атақты кезін оратуға шанс болды, бірақ ютуберлердің бұрынғы реакциясын шығарту мүмкін болмады. Греннидің разработчиктері Гренниді өте қатты қорқынышты қылуға тура келді. Бірақ бұның бәрін айтпай тұрып, сіздерге Гренниді басқа ойындар қалай тартып алғанын айтып берейін. Греннидің ең басты противнигі бұл Poppy Playtime болды. Бұл ойынды ойыншылар Гренниден гөрі қорқынышты деп ойлады. Poppy Playtime'дағы ойыншықтар өте қорқынышты болды және өздерінде әр қорқынышты историялары болды. Гренни шықса, графиканы жетіп, ақылды жауыздарды қосу керек еді. Жаңа механиктер және де бұрыннан ашылмаған история. Және де Гренниді сен Гренни болып ойнауға, бірақ Гренни өзінің атақтысын қайтару үшін жаңадан графика және де механизмдер және ақылды және жуткий жауыздар. Ал бұл Греннилер иеден жасалғасын, бұларды оданырақ жауыз ету өте қауіпті болды. Ал ойынды одан сайын қорқынышты қылу үшін ойынға Греннимен ойнауға болатын етіп істеуге тура келеді. Гренни өзінің атақтысын жоғалтқанда, басқа ойындар одан қарап, одан сайын жоғарылады. Ал Гренни ойыны тек қана ПК ойындары емес, телефон ойындарда адамды қорқыта алады деген сынақпен дәлелдеді. Егер де Греннидің разработчиктері Гренниді одан сайын күштетіп өзгертсе, Гренни 4 ютубты жаратын болады. Ал сіз қалай ойлайсыз? Ал мен Гренниді ютубты жарады деп ойлаймын. Ал сіздерге айтайыншы, Гренни бұл легендарный ойын, бірақ оның активі жаман түсіп кетті. Ой, басым. Ой, сіздермен болған мен Лейкизет. Пока-пока, чау.